Сразу былай істейікші ма бауырым, алсам. Мен жаңағы доставканың ақшасын бөлек бердім. 2 сағат менің қонағым боласың үйде. 2 сағат табатын ақшаң жүр. Менің қонақ, оны беремін, ой, мә. Заказдың ақшасы тағы 5 теңге, мә. Сендерге арнайы дастархан жайылып тұр. Осындай курьерлік жұмыс жасап жүріп, ұстағаны болса үйде бүгін сәресін берейінші деп шын ниет етіп отыр едім. Я радат тиктокта жүрейін берді. Түрледіңдер. Мынау пранк па немене десей. Сәресін ішіп, солай шығып кетесіңдер. Видеоға салып алып. Смело болады. Балдарға айтсам сенбейді. Смело ала бер видеоға. Сен не әкелдің? Мен бір пицца. Бір пицца сен? Айран әйтеуір біреуге сағызды заказ бергенбіз. Біз өзімізде қазақтың қарапайым жігіттеріміз. Сол ауылдан шыққан, осы қалаға келіп, мен өзім әртүрлі жұмыстар жасадым. Еңбек еткен жігіттерді өте қатты сыйлаймын, жақсы көремін. Не істесең де әйтеуір ешкімге мұқтаж болмай, өздерінің әрекеттерімен жұмыс жасап жүрсіңдер. Молодцы, машаллах. Мынандай күннің суығына қарамайды. Кімді бүгін қонақ қыламын деген кезде, давай осы именно Гловода жастар істейді ғой дедік та. Неге Яндекс емес, анау емес, давай Гловода. Именно жас жігіттер, өйткені өзім қалаға келгеннен бастап осындай жұмыс жасап өскеннен кейін, так что өз үйлеріңді көріп, спокойно отырыңдар. Жаңа камераға түсір, жігіттеріңе жібер. And if I'm turning blue, please don't save me.